Әр адам қайталанбас тұлға. Оның жан дүниесі өзінше бір мектеп. Менің жүрегімнің мектебі, арманымның орындалып тұлға болып қалыптасуына өзіндік үлесін қосқан, оқыған әдеби кітаптарым болды. Бүгінде балалық арманым асыл мұраттарға жетелеп, өмірлік мамандығым ұстаздықпен ұштасты. Бұл жолдағы менің міндетім әр қазақ баласын ғылым білімге, руханиятқа жақындату, ойын дамытып, ізгі қоғамның білімді ұрпағын даярлау. Бүгінде бір ел, бір кітап республикалық жобасына өзіндік үлесімді қосу мақсатында оқушыны кітап әлеміне қалай әкелуге болады деген сұрақ төңірегінде оқушыларды түрлі әдеби шығармаларды оқуға машықтандырып, олардың бойындағы талантты ашу жолында үздіксіз еңбек етіп келемін. Осындай тынымсыз еңбектің нәтижесінде оқушыларым түрлі байқаулардан облыс, республика, халықаралық деңгейде үздік оқушылар қатарынан көрінуде. Менің жүрегімдегі мектеп, оқуға құштар мектеп, оқуға құштар орта болмақ.